Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге қыс мезгіліне таптырмас сусын, жеміс-жидектерден мохито дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Ең алдымен банкаларымызды 15 минуттан буға ұстаймыз қақпағымен бірге. Қалауларыңызға қарай кез келген жеміс-жидек түрін қолдансаңыздар болады. Мен екі уыстан барлық банкілеріме сарыөріктен қосып шықтым. Алмаларымды жақсылап жуып алып, ортасын теңдей 4 бөлікке бөліп, жақсылап тазалап, осылай 10 шақты штуктан барлығына қосып шықтым. Лимондарымызды 5-6 мм шамасында етіп кесіп алып, барлығына 2 штуктан қосып шықтым. Және де дәміне ерекше дәм беру үшін апельсинді де қостым. Шамамен 1 шай кесенің көлеміндей қолыммен 2 уыс етіп, осылай шиелерімді салып алдым. Шие қалауларыңызға қарай қоспасаңыздар да болады. Шиені қараөрікпен немесе малинамен алмастырсаңыздар болады. Мохито компотымызға жалбызды міндетті түрде қосамыз. Егер де жалбызды ұнатпайтын болсаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Ол кезде кәдімгі компот сияқты болып шығады. Жалбызды өте көп қоспаймыз, 2-3 данадан осылай қосамыз. Қатты қайнап тұрған суымызды барлығына осылай құйып шығамыз. Және бірден қақпағын жауып 25 минутқа тыңықтырып қоямыз. Бізде ауасы толықтай шығуы керек. 25 минут осылай банкіде суда тұрғаннан кейін суын тегешімізге төгіп аламыз. Және де тегешімізді отта жарты сағаттай қайнатамыз. Сиропын қайнатып жатқан кезде 3 литрлік банкімізге 300 грамм мөлшерінде қантымызды қосамыз. 2 литрлік банкімізге 200 грамм қантымыз қосамыз. Компотты әр 1 литріне 100 граммнан қант қосып отырамыз. Қантымызды қосып дайындап алдық. Сиропымыз бізде қайнап жатыр. Енді осы сиропты жаймендеп құйып шығамыз. Барлық банкілерімізге сиропымызды құйып алғаннан кейін осылай қақпағын жауып, жақсылап аузын жабамыз. Біз қантын бөлек салдық, қанты ерімегендіктен осылай айналдырамыз, және де аузынан су тамып тұр ма, жоқ па, оны көреміз. Банкілерімізді төмен қаратып, жылы жерге 1-2 күнге одеяломен орап қалдырамыз. Ас болсын.